Қайырлы күн баршаңызға. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай керемет Орео тортының жасалу жолын көрсетсем деп отырмын. Бұл торт дәмі де өзі де өте керемет болып шығады. Міндетті түрде сіздер де жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Шоколадты торт ұнататын адамдарға өте керемет торт. Корждары бисквиттен жасалатын, кремі крем-чизден жасалатын аса қиындығы жоқ торт. Олай болса достар, видеоның соңына дейін тамашалап, ұнаса лайк басып, каналға тіркеліп, өз ойларыңызды қалдыруды ұмытпаңыздар. Барлық ингредиенттерді дайындап алғаннан кейін жұмыртқаның ақуызы мен сарыуызын бөліп аламыз. Жұмыртқаның сарыуызына қанттың 1/3 бөлігін салып, оны аппақ болғанша әбден араластырып аламын. Осылай ағарғаннан кейін үстіне ыстық сүтті, сұйық майды құйып араластырып аламын. Осы массаның үстіне енді барлық құрғақ заттарымызды міндетті түрде електен өткізіп саламыз. Миксердің көмегімен бір қалыпты болғанша араластырып аламын. Массамыз осылай шығу керек. Енді ақуыздың үстіне тұзды салып, оны миксердің көмегімен шайқап аламын. Осындай дәрежеге жеткенде қантты 2-ге бөліп салып, ақуыз осындай болғанша араластыру керек. Енді дайын болған ақуызды алдын ала дайындап алған шоколадты массамызға 2-3-ге бөліп салып, жақсылап араластырамыз. Алдын ала дайындап алған формамызға құйып, қызып тұрған пеште пісіріп аламыз. Пісіп дайын болған коржды формасынан босатып суытамыз. Суыған коржды 3 немесе 4 бөлікке бөліп алсаңыздар болады. Біздің корждар дайын, енді кремін жасаймыз. Сүзбелі ірімшіктің үстіне қантты салып, оны жақсылап араластырып аламын. Салқын кілегейді құйып, осының барлығын араластырамыз. Дайын болған кремнің үстіне Орео печеньеларын бөліп саламын. Миксермен араластырып, осындай бірыңғай крем жасап аламыз. Тортты жинауға кірісеміз. Алдымен кішкене торт жинайтын ыдыстың үстіне крем жағып, енді оның үстіне коржды қойып, кремнің 1/3 бөлігін алып, түгелімен осылай жағып шығамын. Екінші коржды қойып, оны кішкене қолмен басып шығамыз. Енді бізге кальций керек болады. Кальцийді жинайтын болсаңыздар, торттарыңыз түзу болып шығады. Қалған кремді түгелімен жағып, соңғы коржды бетіне қоямыз. Қолымызбен кішкене басып, енді осының бетін пищевой пленкамен орап, тоңазытқышқа 1-2 сағатқа қалдыру керек.
Сыртын қаптайтын крем жасайтын боламыз. Сүзбелі ірімшікті, кілегейді, қантты салып, жақсылап араластырып, осындай крем жасап аламыз. Енді тоңазытқыштан шығарған тортымызды пленкасынан ажыратып, оны бірінші бір қабат черновой вариантпен тортты қаптап аламыз. Осылай түгелімен жағып, тоңазытқышқа 10-15 минутқа қалдыру керек. Сол кезде біздің екінші қабат креміміз аппақ болып жағылады. Тоңазытқышқа салып аламыз. Енді екінші қабат кремді жағып, түгелімен тортты қаптап шығамыз. Осылай шпательдің көмегімен түзулеп шығу керек. Қалған кремді және шоколадты осылай дайындап аламыз. Енді дайын болған шоколадымызды торттың шетінен бастап құйып, шоколадный патек жасаймыз. Түгелімен осылай айналдырып жасап шығамыз. Қалған шоколадты осылай торттың бетіне түгел жағып шығамын. Қалған кремнен осылай торттың бетіне розалар жасайтын боламыз. Мен осылай орео печеньеларын қойып шықтым. Сіздер өздеріңіздің қалауыңызша әсемдеп қойсаңыздар болады. Міне бізде осындай керемет торт шықты. Дайын болған тортты тоңазытқышқа 1 сағатқа қойып қойыңыздар. Сол кезде сіздердің торттарыңыздың кремі сіңіп, одан да дәмді болып шығады. Міне менің тортым тоңазытқышта 1 сағаттай тұрды. Ол өз формасын өте жақсы ұстайды. Видеоны көріп тамашалағандарыңыз үшін рахмет. Астарыңыз дәмді, отбасыларыңыз аман болсын.